70-80 жылдары атақты болған сатирик Джордж Карлиннің әйелі қайтыс болған кезде жазған мақаласы екен. Бұл мақаланың өзектілігі күн өткен сайын артпаса бір мысқалда кемме келеді. Бүгінгінің парадоксы мынада. Біз зәулім ғимараттар салдық, бірақ төзімді кемітіп алдық. Жолдарды кеңітіп, көз қарасымызды тайыздаттық. Ақшаны молынан шашамыз, бірақ қолдағымыз мандымайды. Көп нәрсе сатып аламыз, бірақ одан ешқандай ләззат алмаймыз. Үлкен-үлкен үйлерде тұрамыз, бірақ отбасында жамбас азайды. Ыңғайлы өмір сүреміз, бірақ оған аз ғана уақыт бөлеміз. Ең мықты білімді игереміз, бірақ данышпан болып кетпедік. Терең ілімге ден қойдық, бірақ жағдайды нашар бағамдаймыз. Сарапшылардың саны өсуде, бірақ қиындықтар көбеюде. Медицина зор жетістіктерге жетті, бірақ денсаулық одан жақсарып кетпеді. Көп ішеміз, шылым шегуді де азайта алмадық. Қолдағы барды бейберекет ысырап етеміз. Аз күлеміз, жылдам жүреміз. Ашуға тез бой алдырамыз. Тым кеш ұйықтаймыз. Шарша оянамыз. Кітапты аз оқимыз. Есесіне теледидарды көп көреміз. Дұғаға сирек бойсынамыз. Тайталасты көбейттік. Құндылықты азайттық. Көбік сөз көп. Сүйіспеншілік селдір. Жек көру басым. Аман қалуды білеміз. Бірақ қалай өмір сүру қажетін білмейміз. Пенде ғұмырға жас қосамыз. Бірақ әр жасымызға жан бітірмейміз. Айға барып келдік. Бірақ көшенің қарсы бетіндегі көршімізбен танысып, амандасуға ықтиятты емеспіз. Ғарышты бағындырып жатырмыз. Бірақ рухани мүгедекпіз. Үлкен істер жасаймыз. Бірақ ең жақсы істерге қол тимейді. Ауаны тазартып жанымызды ластап жатырмыз. Атымды еліктіргенмен соқыр нанымнан арыла алмадық. Көп жазамыз, аз білеміз. Көп нәрсе жоспарлаймыз. Соның ширегіне де қол жеткізе алмай далмыз. Асығуды үйрендік, бірақ күте білмейміз. Мол ақпарат сақтайтын көшірмесі есепсіз болатын жаңа компьютерлер ойлап таптық. Ал адамдар өзара аз араласады. Жылдам тамақтану мен нашар ас құртудың, үлкен адамдар мен жармақ жандардың үдеген табыспен қиын қарым-қатынастың заманы туды. Жанұялық кірістің көбейіп, ажырасудың шектен шығып, кең сарайдай баспаналары мен күйреген отбасылардың дәуірі келді. Ара қашықтық кеміп, бір реттік жалаяқ шығып, бір күндік өсет, бір түндік төсектің адамды қоздыратын, шұбандыратын, жанын алатын дәрілер мен семіздіктің уақыты етек алды. Көздің жауын алатын сөрелер, бос қоймалар, осы хатты сізге жеткізетін, оқыған соң өшіріп немесе бөлісуге мүмкіндік беретін дамыған технологиялар заманымен бетпе-бет келудеміз. Есте сақта, қаперге ала жүр. Кімді жақсы көрсең, соған көңіл бөл. Өйткені ол адам сенімен мәңгілікке бірге болмайды. Жақын адамыңды үнемі құшақтап жүр. Өйткені жүректен баратын ең ізгі лебіз сол көктен тұрмайтын ыстық құшақ қана. Сүйген адамыңа сүйем деп айтып жүр. Бірақ алдымен сүйеудің не екенін жан дүниеңмен сезін. Егер шын жүректен шықса, от құшақпен ықтиярлы сүйіс кез келген қиындықты жеңіп, небір тығырықтан алып шығады. Бірге болған, қол ұстасқан сәттерді бағалап, ешқашан естен шығарма. Себебі бұл адам мәңгі сенің жаныңда қала алмайды. Махаббатқа уақыт тап, әңгімелесуге ден қойып, ой түкпіріндегі асылыңмен бөлісуге асық. Өйткені өмір тыныс алумен өлшенбейді. Өмір жаныңды еліктірген әр сәтпен өлшенеді.